Пайғамбардан сұрашты: "Я Расулалла, ең жаман аял қайсы?" деді. Ең жаман аял, бақтысыз аял қайсы дегенде, мен айтқан жоқпын. Пайғамбар айтқан: "Өзінің күйеуісінің кемшіліктерін жашыра албаған аял" деген. Жашыра албайды. Кішкентай бір нәрсе болды, төркініне жеткізіп барады. Мен дайым айтам, баянда сабақта айтсам, бір көпшілігіне мен түсінбей қалған ұқсайды, бірақ айтайын деген нәрсем ушындайды. Мына мен де еркекпін, бұл жерде отырған еркектер, барыңар, күйеуіңер бар, балаңар бар. Мисалға алса, субханалла, сіздер мисал өзіңердің төркініңерге барасыңар. Бірақ ошоның алдында өзіңердің күйеуіңерді атаңар мен апаңарға жамандап салғансыңар. Ушундай жамандап салғансыңар, емемнекен аяққа барғанда күйеу баланыңчы бір тиын қадыры жоқ. Төрге отыра албайды ал. Анткен бардығы тең жек көреді де, жүрегінде жек көріп салып саласың. Қантип сен субханалла ошоны төркүнгө апарасың кайра. Мында пайгамбар айтып атканда мында бир чоң бир айткан маани бар. Деме аял киши субханалла күйөөсүнүн эң жаман нерсесин жашырганга аракет кылыш керек. Билесиңерби, адам пайгамбар эгер тоо жылтыр десе ишенгиле дейт. Бирок адамды мүнөз өзгөртүрсө ишенбегиле дейт. Кырда бар, аңгектен качсаң дөңгөккө дейт. Кээбилер бир аял эркектен качып, экинчи эркекке барып ошондон бактылуу болуп калам дегендер бар. Көчөнүн сонун бир окуя болду.